Сәлеметсіздер ме оқушылар? Видеоға лайк басып, коммент жазып, каналға тіркеліп кеттіңіздер. Видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Достарыңыз да өздеріңіз де осы тақырыпты түсініп алуға тырысыңыздар. Физика 7 сынып 4 тоқсанға арналған 1 БЖБ энергия бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Так, бізде тапсырма 1. Кестеде мысалға келтірілген дене қандай энергияға ие болатынын анықтаңыз және сәйкес бағанға плюс белгісін қойыңыз. Сығылған серіппе. Серіппе ол бізде серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы болады. Мынаған птичка қоямыз. Жерде домалап бара жатқан топ, оның жылдамдығы болады. Значит, дененің кинетикалық энергиясына плюс қоямыз. Ауада ұшып жүрген диск. Диск ауада ұшып жүрсе, оның белгілі бір биікте ұшып жүргендіктен потенциалдық энергиясы болады. Және де оның бізде жылдамдығы болады. Яғни жылдамдығы болса, оның кинетикалық энергиясы да болады. Жел әсерінен иіліп тұрған ағаш бұтағы. Ол бізде деформация, яғни көлемі өзгеріп тұр ғой. Серпімді деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы болады. Гүлге қонып тұрған көбелек, ол бізде дененің потенциалдық энергиясы. Яғни көбелек тыныштықта тұр, ол гүл белгілі бір биікте тұрғандықтан потенциалдық энергиясы болады. Аспанда ұшып жүрген тырна, ол белгілі бір биікте ұшып жүр, потенциалдық энергиясы болады, және де тырнаның жылдамдығы болады, жылдамдығы болғандықтан кинетикалық энергиясы да болады. Келесі, массасы 50 грамм тас жер бетінен 7 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Тастың қозғалыс траекториясы суреттегідей максимал көтерілу биіктігі 2,5 метрге тең. Ауа кедергі ескерілмейді. А және В нүктелеріндегі тастың энергияларын анықтап кестені толтырыңыз дейді. Бізде А нүктесіндегі оның потенциалдық энергиясы 0-ге тең болады. Себебі биіктік жоқ. Ал В нүктесіндегі потенциалдық энергияны табуымыз үшін біз mgh формуласын қолданамыз. Ол бізде тастың массасы 50 грамм, оны мен килограмм айналдыратын болсам 0,5 килограмм. Көбейтемін 10-ға, көбейтемін h бізде 2,5. Есептейміз. 1,25 джоуль болады. В нүктесіндегі потенциалдық энергиясы 1,25 болады. Ал енді бізде А нүктесіндегі кинетикалық энергиясы. Ол жерде кинетикалық энергия болады. Ол бізде mv квадрат бөлінген 2 формуласы бойынша анықталады. Бізде масса 50 грамм, ол 0,5, жылдамдығы 7, 7-нің квадраты бізде 49 бөлінген 2 болады. Есептейміз. 1,225 джоуль болады екен. Енді қараңыздар, кинетикалық энергиясы 1,225, ал В нүктесіндегі кинетикалық энергиясы 0-ге тең болады. Енді толық энергия мына жерде 1,225, яғни 0 мен 1,225-дің қосындысы, мына жерде 1,25-тен 0-дің қосындысы, ол 1,25 болады. Келесі, кестеге мәліметтерді пайдаланып энергияның бір түрден екінші түрге өтуін сипаттаңыз. Тас жер бетінен жоғары көтеріле бастаған кезде ол қозғалысқа енеді. Яғни ода кинетикалық энергия орын алады. В нүктесіне жете бергенде кинетикалық энергия потенциалдық энергияға айналып кетеді. Ал дененің қозғалыс кезінде кез келген уақыт мезетінде оның кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады. Яғни толық механикалық энергия өзгермейді. Осымен бізде видео сабағы аяқталды. Видео сабағы ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, SEO қоңырау басып қоямыз.